Туған жерге деген құрмет әр азаматтың перзенттік парызы. Осы бір игі дәстүр Жуалы ауданы Көлтоған ауылында да жалғасын тауып келеді. Биыл 1969 жылғы туған азаматтар мектеп бітіргендеріне 40 жыл толуына орай ауыл балаларына арнап заманауи ойын-сауық алаңын сыйға тартты. 1986 жылғы түлектер ауыл балаларының қуанышы үшін арнайы заман талабына сай балаларға арналған демалыс алаңын салып берді. Аумақта балалардың алаңсыз ойнап, уақыттарын көңілді өткізуіне барлық жағдай қарастырылған. Түрлі әткеншектер мен ойын құрылғылары орнатылып, ауыл бүлдіршіндеріне ерекше тарту жасалды. Бұрын бос жатқан аумақ бүгінде балалардың шат күлкісіне толып, ауылдың көркін ашқан орынға айналды. Көлтоғандық азаматтардың ауылға деген жанашырлығы мұнымен шектелмейді. Бұған дейін де олар ауылдың кіреберісіне сәнді арка орнатып, ел қорғаған майдангерлердің есімдері қашылған арнайы тақта сыйға тартқан. Анемнің көптеген еңбегі бар, Көлтоған ауылына сіңірген. Мәселен, даңқ алаңын былтыр Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына ашылды. Одан қоса, осы Көлтоған елінде Қатымғана мешітіне Қатымғана салынды. Соғысының арқасында еңбегі бар. Не деген жақсы қасиетті жасап жатыр. Іс-шара барысында Боралдай ауылдық округінің әкімі Бауыржан Абдалиев ауылдың дамуына үлес қосқан азаматтарға алғыс білдіріп, осындай игі бастамалардың арқасында ауылдың ажары ашылып, кейінгі буынға үлкен өнеге қалыптасып келеді деді. Бүгінде мектеп бітіргендеріне 40 жыл толған азаматтар ауылдың ауызбіршілігін арттырып, елге ортақ игі істерді жалғастыру мақсатында арнайы қоғамдық бірлестікте құрған. Оның аясында 18 комиссия тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді. Ауылға келген сайын жүрегіміз ауырып қайтады. Ауылды көріп, ауылдың тозып баратқанын көріп, кішкене осы ауылға бетбұрыс жасайық деп ұйымдастырып, қор аштық. 2022 жылы осы ауылға қор ашып, алматылық жігіттер ұйымдасып, 18 комиссия бармыз қазір. Осы Көлтоғанға жаман жақсылығын жасырып, ауылды көркейтеміз деп отқан. 1986 жылғы түлектер туған жерге деген перзенттік парызы әрдайым биік қойғандарын айтып, Көлтоған ауылының көркеюіне арналған игі бастамалар алдағы уақытта да жалғаса беретінін жеткізді. Елдің ынтымағы мен ауылдың берекесін арттыратын мұндай сауапты істерге ауыл ақсақалдары риза болып, азаматтардың ауызбіршілігіне ақ баталарын берді. Бекзат Аширбай, Мейрамбек Сағынов, Елдар Түстікбай, 24 News.